15 қараша ұлттық валюта күні. Бүгінгі таңда ұлттық валюта күніне 28 жыл толып отыр. Ең алғаш валюта күні 1993 жылы 15 қарашада бекітілді. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев бекітіп берді. Тұңғыш валютамызда ең бірінші шыққан теңгелерде елімізге белгілі ұлы тұлғалардың суреттері бейнеленген. Ауданның Құсмұрын бекетінде дүниеге келген. Аз ғана өмірінде көптеген қызметтер атқарған. Абылай хан, үш жүздің басын құраушысы, 1771 жыл мен 1781 жылдар аралығында билік құрған хан. Абай 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы қайтыс болады. Ол ұстаз, ақын, ағартушы, саяси қайраткер. Құрманғазы Сағырбайұлы 1818 жылы Бөкей ордасы қазіргі Жаңақала ауданында Қансозасын облысында дүниеге келген. Құрманғазы домбырашы, қазақ халық музыканты және де композитор. Қазіргі таңда мектеп мұражайында тұңғыш теңгелердің суреттері сақталған.